Хей, сәлем достар, бүгін біз жалғастырамыз Шректің қателіктерін қарауды. Бүгін өзі Шрек 2-ден қателіктерді көретін боламыз. В общем, давайте достар, лайк басамыз, артынан жазыламыз, видеоға кеттік. Ал давайте достар, көрейік, қызықты контент болады деген ойдамын. Бірінші бөлімін көрмеген болсаңыздар, канал көріп қарап кетіңіздер. Сонымен қатар Казменнің ссылкасын описанияда қалдырамын. Оригинал тоже қолдап кетіңіздер авторды. Нұрланнан келдім деп жазып кетсеңдер комментарийға оның видеоларында. В общем, сіздер кеттік, қызықты болады деген ойдамын. Шрек дейтін мен ең сүйікті мультфильмдердің бірі. Так что кеттік реакция. Ал кеттік. Мультфильм басында Ханзада мына мұраға түсіп бара жатқанда Ханзаданың артындағы жадағайына қараймыз. Орысша жадағай деген плащ болады. Осы жерде мұқият қарасақ, оның жадағайы мына арқан үстімен өтеді. Міне қараңыз. Көріп тұрық. Жарайды, оны кешіре салайық. Че за фигня, реально. Қайтадан Ханзада ма? Осы жерде Ханзада төсектің перделеріне жақындап бара жатқанда, мына жерде мұқият қарасақ, бір қыз ұйықтап жатқанын көреміз. Қыз ұйықтап жатқан сияқты, бірақ негізінде қыз болмайды, ол бана қымбат қасқыр болады, короче. Қазір көреміз. Ал Ханзада жақындағанда қыздың орнында қасқыр болады. Жоқ, оны былай түсінуге де болады. Мысалы, банағы сол Чаминг Пак соның көзінше сөйтіп көрінген сияқты болады да, и сөйтіп көрсетеді анимацияда да. Сөйтіп ойлаймын мен, сөйтіп сондай кадрлар болады арасында адамдарды алдау үшін. Просто ана жерде егер де сразу қасқырдың несін көрсететін болса, отражениесін да банағы, онда адамдар сразу түсінетін еді. Короче, мұнда просто сіздерді алдайтын моменттар ғой, сондай бір қызықты болсын деп. Ол кітапты оқып отыр. Ол қатты қателікке жатпайтын сияқты даже. Так что мейлі құрсыншы. Басында басқаша көрініс болды емес пе? Қателікке қатты санамасақ та болады оны. Кейін үйге келеді. Сол кезде үйдің есігін ішке қарай ашылады. Ішке қарай, как всегда, ішке қарай ашылады. Шрек есікті үйден қуып жатқанда, үйдің есігі екінші бөлімде есіктің проблемасы бітпеген екенін көрініп тұр. Қарай ашылады. Мә, не деген ғажап есік. Ал егер сен мүмкін есік екі жаққа да ашылатын шығар десен, жоқ, мұндай есік жабылғанда дауысын андай сөйтіп қадалып қалған дыбыстар шығады кәдімгі, так что ішке ашылмау керек. Қалай ішке ашылады сөзше? Логика. Ол мұнда екі жаққа ашылатын болса, олай соғылмас еді. Соны айтамын. Оркестрлар жұмыстарын жасап болып, қайтып бара жатқанда, олардың арттарынан жерде іздері қалады. Іздер болмаймы уже келесі кадрда, мен ойымша солай сияқты. Одан кейін бізге Шректі көрсетеді, қайтадан Фионаны көрсетеді. Оркестрлардың іздері жоқ. Не ғой, ойында болады ғой, кетіп батасың ғой, іздер кетіп батады артынан, сондай сияқты ғой дейсің. Не? Қалай? Мына қызық қателікке қараймыз. Көгершін соғылып қалып жерге құлайды. Түріне қарасақ, көтерілуге деген шамасы жоқ. Кез кадр жоқ көте ма? Бірнеше кадрдан кейін ол көгершін болмағандай жоғалып кетеді. Мен ғой жек қойған. Осы жерде Шректің жанында мына қызғылт киімдегі жігіт тұрады. Так. Жоғалып кетеді деп ойлайсыңдар ма? Жоқ. Ракурс ауса да ол жігіт орында тұр, бірақ басқа киімде. Не басқа киім киюге үлгерген бе не? Соны айтамын, не болып тұрғандай. Айланып құрсыншы. Көрейікші. Бүкілі жиналып үстелдің үстінде отырғанда қателік болады. Дәлірек айтсақ, Шректің алдында. Оның алдында бір тәрелке тамақпен және жанында лимонмен тәрелке тұрады. Бірнеше секунд хоп орындар ауысып кетеді. Ал Шрек болса сол бет отыр. Дым қимылдамады. Тағы да бір Шрекпен қателік. Ол мұнда қақалып қалып, қасықты түкіріп жібереді. Енді стөлдің үстінде оның сілекейі және қасық жатыр. Көріп тұрғы, келесі кадрда болмай ма? Келесі кадрда болмайды сияқты ол. Басқа кадрдан көрсеткен кезде стөлдің үсті тап-таза, ештеңе болмағандай. Біреу тазалап кеткен ғой сразу. Фиона Шректі ұрсып тұрғанда, Шректің қасында Арфа тұрады. Ол Арфа мына ақ стөлге қарама-қарсы тұр. Ал Фиона бөлмеден кеткен кезде ақ стөлдің қасында ешқандай Арфа жоқ. Неге? Ол мұнда тұру керек емес пе? Шрек Фионаның күнделігін ұстап тұрғанда, оның бас бармағы күнделіктің жанында тұрады. Ал Шректі көрсеткен кезде бас бармағы күнделіктің артында. Ол қатты қателіктер емес, ондай қатты. Одан кейін қайтадан жанында тұр. Шрек күнделікті құлада жазған кезде сандықтың қасында құстың қауырсыны тұрады. Ал таңертең Фиона күнделікті қарап тұрғанда сандық тұр, қасындағы қауырсын болса жоқ. Енді мысықпен бір қателік айтып жіберейін. Ол мұнда қабылдап жатқанда аяқ киім мен бас киім тастап кетеді. Олардың ағашқа деген арқаштығы әжептәуір.
Ал мысық киімдеріне ұшып келгенде, киімдері ағаштың қасында тұр. Біреу мысықтың заттарын ағаштың қасына апарып қойған ба? Аяқ киімдері тірі жандар ғой. Ал біраздан кейін бәрі достасып кетіп бара жатқанда киім жыртылмағандай жап-жаңа. Иә, бұл енді қателік серьезный. Тіккен болса да іздері жоқ қой. Шрек пен оның достары. Аниматорлар. Құрсыншы, осылай да барады. Жаңбырдан тығылып қораға кіреді. Қораны ашқанда ол ішке ашылады. Есікпен всегда проблема екен да, Шректе. Уже сыртқа қарай ашылып тұр. Пофиг, есіктер. Шрек мультфильмде есіктермен көп қателік екен. Иә, точно. Шрек Фионаны құтқару үшін атқа отырғанда мұқият қарасақ, оның артында мысық бар. Иә, көріп тұрк, иә. Ал артқы кадр болған кезде мысық жоқ. Телепорт жасаған ғой, тыпыр жасаған ғой. Ішіне кіріп жатқан кезде мысық уже алдында отыр. Может, алдына кетіп қалған бар сразу, да? Бана. Иә, осымен Шрек 2 мультфильмдегі қателіктер бітті. Аяғына дейін көріп отырғандарына рахмет. Ана жолғы Ано киносында мен сіздерге қателік қалдырған болатынмын. Жақсы достар. Ал осымен қарап болдық достар Шрек 2-нің қателіктерін. Әрине достар, қателіктер негізінде Шректе өте көп. Қазір мен көпшілігін айтпаған негізінде мен байқадым осы ютуберларында Шректің қателіктерінде көп болтанда бір 20 минутқа 15 минутқа созады олар. Қазір мен видеолар өте қысқаша, вот сол жағынан минус кішкене, өткенде реакция әрине менде тоже кішкене ұзақ болған қалай едім. Қазір уже 5 минутта бітіп қалды біздің реакциямыз уже. И не айтамыз, маған канал ұнады, жалпы видеолар кішкене ұзынырақ болса вообще күш керемет болар еді. Қазір мен жалғастыра берік осы керемет қателіктерді іздеп фильмдерден біз әрине қолдаймыз, біз әрине реакция түсіреміз, біз әрине сіздер достар қолдап кетіңіздер. Бұл керемет канал. Қазірден бастап тіркеліп кетіңіздер каналына, оның ссылкасы описаниеда болады. Ал осымен мен аяқтаймын онда. Сіздермен бірге қалам, кездескенше сау болыңыздар.